Қазақта сөз орнына көбіне қамшы сөйлейді. Мысалы, шаңырағындағы ілінген қамшыға қарап, неше ұлы, неше қызы бар екенін білген. Қамшы салбырап ілінсе, ол үйдің ері жоқ екенін білдіреді. Ер бала бесігіне қамшы ілінеді. Кейін өскен соң жатын орнына не төсегінің басына ілінеді. Оның себебі қамшы ер баланы рухтандырады. Қамшы ілінгенде қайырылып ілінеді. Қыз баланың қамшысы әдемі тастармен көмкеріледі. Қамшыны сыйға тартса, бұл үлкен құрмет болып есептеледі. Құда түскенде атасы қамшысын үйдің төріне іліп кетеді. Болашақ келін атасының қамшысын көріп, өзін дайындайды. Үйге кірген адам қамшысыз кіреді, ал қамшымен кірсе, ол дауға айналады. Ер адам қамшысын салбыратып келсе, ол дау жанжалдың болатыны. Ертеде жазасыз опық жегендер қамшысымен ренжіткен адамның киіз үйін сабаған. Ол үйден береке ырыс кетеді деп болжаған. Қамшы ұстаған адам қайысымен сабын бірге қысып ұстаған, немесе етіктің қонышына салған. Жеті жарғы заңында мәселесін шешу үшін таңдаған биге алдына қамшы тастаса, сол би оның мәселесін шешкен. Келісім шарт жасайтын кезде де қамшыны ортаға тастаған. Қамшы сөзі қам, қамдану, қамал мағынасында негізделген. Қамшы сынса өлімге. Мысалы, Шоқан мен әкесі Уәлихан кезіккенде, әкесі бәрін таста, сұлтандыққа сайланасын дегенде, Шоқан ғылым жолын таңдап, әкесіне келісім бермеген. Ызаға булыққан әкесі, сен менің балам емессің деп, қамшысын сындырып, лақтырып жіберген. 6 айдан кейін Шоқан қайтыс болады. Төлеген мен қыз жібекте Төлегенді әкесі шақырып алып былай дейді: бауырын сансызбай жоңғармен соғысып ел қорғауда, ал сен әлі қыз қуып серуендеп жүрсің. Атастырылған қызды аласың дегенде, Төлеген қыз жібекті сүйетінін айтқан. Сонда әкесі кет әрі деп Төлегенді қуып, қамшысын сындырып лақтырған. Төлеген қыз жібекке барып, өзіне жар тап, менің өмірім шектеулі деген екен. 7 күннен кейін қыз жібекті қызғанып жүрген ұры, қарақшы, қожаның жігіті кескен терек, Төлегенді тасадан атып өлтіреді. Бекежан батыр өлтірді деген лақап, өйткені Бекежан жібектің ағасы бес атасынан. Ол жібекті қорғап жүрген. Екіншіден, Бекежан батыр, ал батырлар артынан садақ атпайды. Үшіншіден, Бекежан Зүлфия деген қызға ғашық болған. Қамшы киесі қатты, қамшыны аяқ асты тастамайды. Қазағымның қамшысы қайыспасын, сынбасын. Үйде қамшының ілінуі азаттықтың, ерліктің, биліктің символы. Қамшы ұл болсан қолында, құл болсан төбенде ойнайды. Қамшыңыз қолыңызда болып, қамданыңыз.